Армысыздар ардақты ағайын. Бүгінгі видео Советтік Қазақстанды талай жыл басқарып, туған еліне керемет еңбек еткен тұлға Сейітқали Мендешевке арналады. Қазақ халқының осы көрнекті өкілінің есімі қазір өкінішке орай ұмытылып кетті. Дегенмен ол жоғары құрметке және қазақ халқының игілігі жолындағы жанқиярлық еңбегі үшін мақтауға әбден лайық. Сонымен Сейітқали Мендешев туралы біз не білеміз және ол кісі кім екенін бүгінгі ролик барысында мен сіздерге әңгіме етемін. Сейітқали Мендешев 1882 жылы бұрынғы Бөкей Ордасы аумағындағы Қалмақ Шағыл ауылында кедей қазақтың отбасында дүниеге келген. Сол кездегі орыс патша әкімшілігі мыңдап ашып жатқан орыс қазақ мектептерінің біріне оқуға түсіп, оны бітіргеннен кейін Сейітқали Мендешев мұғалім мамандығын таңдап, Қазан қаласындағы мұғалімдер семинариясына барады. 1903 жылы осы семинариядағы оқуын аяқтағаннан кейін Мендешев Бөкей губерниясына оралып, сондағы бірнеше ауылдық мектептерде жұмыс істей бастайды. Бірақ Мендешев тек дәріс берумен ғана шектелмей, белсенді қоғам өміріне де араласып отырды. Мысалы, 1906 жылы Сейітқали Бөкей Ордасындағы халық мұғалімдері қоғамын құрып, осы ұйым арқылы Қазақтан шыққан жас мұғалімдерге материалды көмек беруді ұйымдастырды. Сонымен қатар 1911 жылы Мендешев жолдастарымен бірге алғашқы қазақ басылымдарының бірін, Қазақстан журналын құрып, оның беттерінде сол дәуірдегі қазақтар өмірінің өткір мәселелері туралы мақалалар жариялайды. Мендешевтің қазақ даласында кеңінен танымалдығы 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс кезінде басталды. Тура осы кезде Мендешев патша жарлығы жарияланғаннан кейін өз қаражатына Петроградқа аттанып, патшамен жеке кездесуді жоспарлап, халықтың наразылығын білдіремін деп үміттенеді. Алайда, қарапайым мұғалім Мендешевтің сапары сәтті болмай, әрине патша оны қабылдамады. Содан кейін ғана Мендешев патша үкіметінің қандай екендігін түсініп, енді Бөкей Ордасында ашық қарулы қарсыласуды басқарады. Кейін 1916 жылы көтеріліс басылғаннан кейін Мендешев Астрахан түрмесіне 4 айға қамалды. Алайда Мендешев түрмеден қорықпай, керісінше абақтыдан шыққан соң күресін одан әрі белсенді түрде жалғастырады. Ақпан төңкерісі кезінде Мендешев Новая Казанка селосының революциялық комитетін ұйымдастыруға қатысып, 1917 жылы қазанда Бөкей Ордасындағы кеңес үкіметін орнатуға белсенді атсалысты. Кеңес үкіметі Бөкей Ордасында орнатылғаннан кейін Мендешев губерниялық атқару комитетінің мүшесі ретінде халыққа білім беру мәселелерімен айналысады. 1918 жылғы кеңестік конституцияны қазақ тіліне аударады. Міне осындай әрекеттерінің арқасында Мендешев қазақ большевиктері көсемдерінің бірі ретінде үлкен танымалдылыққа ие бола бастайды. 1919 жылы шілдеде Қырғыз өлкесін басқару жөніндегі әскери революциялық комитет құрылғанда, әрине сол кезде ең беделді қазақ большевиктерінің бірі болған Мендешев оның құрамына енгізілді. Тек мүше болып қана қоймай, Мендешев бұл органда білім бөлімін басқарып, қазақ тілінде оқулықтар мен оқу құралдарының шығарылуын қадағалайды. Сонымен қатар, Мендешевтің қызметінде кемшіліктер болғанда есте ұстаған жөн. Өзі Алаш Орданың мүшесі болмағандықтан, Мендешев Алаш қайраткерлерімен жиі қақтығысып, олардың жауапты лауазымдық қызметтерге тағайындалуына қарсылық білдіріп отырды. Биыл қазақ автономиясының 100 жылдық мерейтойы. Ал сол автономияға қол жеткізгендердің бірі осы Мендешев екенін қазақтың көбісі әлі күнге дейін білмейді. Қазақ автономиялық республикасы құрылғаннан кейін 1920 жылы Сейітқали Мендешев осы республиканың ең жоғары қызметтерінің бірі орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланды. Сайлана салысымен Мендешев дереу бір қатар шараларға бастама болып, қазақ халқының жағдайын жақсартуға бағытталған бірнеше заңдардың қабылдануын ұйымдастырады. Біріншіден,
Бұған дейін кеңес үкіметі әр қазақ отбасынан салық жинап отырса, енді Мендешев кедей ретінде 5 бас ірі қара малы бар қазақтардың салықтан босатылуын қадағалады. Бұл реформа қазақтар арасында ауқатты шаруашылықтардың көбеюіне әкеледі. Екіншіден, шаруаларға мемлекеттік тұқым қорынан көмек бөліне бастап, егіс көлемі өте тез өсті. Сонымен қатар, шаруалар өз өнімдерін тиімді бағамен сатуға мүмкіншілігі болу үшін Мендешевтің бастамасымен бүкіл Қазақстан бойынша жәрмеңкелер қайта ашылады. Алайда, Сейітқали Мендешевтің қазақ елінің дамуына қосқан ең қомақты үлесі ұлттық мемлекеттік шекараны белгілеу кезеңі болды. 1924 жылы арнайы аумақтық комиссияның мүшесі болғаннан кейін дәл осы Мендешев Сырдарияның оң жағалауы, Жетісу, солтүстік Қазақстан, қазақ жерінің ажырамас бөліктері және тарихи территориясы екендігін дәлелдеп, сол жерлердің Қазақстан территориясына қабылдануына қол жеткізді. Сонымен қатар Мендешев Қазақстан шекарасынан тыс қалып, Өзбек, Қырғыз республикаларында қазақтарды ұлттық негізде құдалауға тыйым салу туралы да заң қабылдатты. Сондай-ақ 1924 жылы Мендешев қазақтардың өмір сүру ерекшеліктерін тек жергілікті кадрлар білетіндігіне сүйене отырып, Қазақстанның басқару органдарына 14 қазақты ұсынды. Мендешевтің мұндай қазақи әрекеттері әрине оның Мәскеумен қақтығысына келіп соғып, оның республика басшылығында қазақтардың болуын арттыру позициясы Сталинге ұнамады. Енді Мендешевті биліктен алыстату жоспарланды. Бұл үшін Сталин кеңестік Қазақстанның элитасы ішінде әртүрлі рулар мен жүздердің өкілдері арасында билік үшін күресті ұйымдастырып, Мендешевке қарсы Қазақстанның сол кездегі тағы бір көрнекті мемлекет қайраткері Мендешевтің орынбасары Сұлтанбек Ходжановты айтақтайды. Мендешев пен Ходжановтың арасындағы негізгі күрес Қазақстанның астанасын ауыстыру мәселесін қарау кезінде өршіді. Мендешев республиканың батыс немесе солтүстік бөлігіндегі қалалардың бірі, мысалы Ақтөбе немесе Ақмола орталыққа айналуын талап етсе, Ходжанов Қазақстанның астанасын оңтүстік Қазақстан қалаларының біріне, Ақмешітке немесе Шымкентке көшіру керек деген көзқараста болды. Нәтижесінде Сталиннің тікелей қолдауымен Ходжановтың пікірі басым болып, 1925 жылы Ақмешіт республиканың орталығы болып, қаланың аты Қызылорда болып өзгертілді. Жеңілген Мендешев сол жылы қызметінен алынды. Мендешевтің қызметінен кеткеніне қуанған қарсыластары бір нәрсені бірақ түсінбеді. Бүкіл қазақ халқына даңқы тараған, Ленин мен Сталиннің өздері танып сескенген Мендешевтің биліктен кетуі енді қазақ елінің толық Мәскеу уысына түскенінің басы болды. Мендешевтің Қазақстан басшылығында болған кезде Филипп Голощекинді Қазақстандағы жауапты қызметке тағайындай алмай жүрген Сталин енді Мендешев отставкаға кеткеннен кейін Голощекинді Қазақстанға жіберді. Мұның қандай қазақ халқы үшін ұлттық трагедияға айналғанын қазір барлығымыз білеміз. Ал Сейітқали Мендешев Қазақстан басшылығынан кеткеннен кейін де әртүрлі қызметтерде адал жұмысын жалғастырады. 1926 жылы Голощекинге ашық түрде қарсылық білдіріп, оның реформаларына қарсы тұрған Мендешев Мәскеуге шақырылып, Орта Азияның экономикалық мәселелері бойынша бас сарапшы лауазымына тағайындалады. Сөйтіп, Голощекинге қарсы тұра алатын қазақ лидерлерінің бірі болған Мендешев әдейі әртүрлі сылтаумен Қазақстаннан алыстатылып Мәскеуге алынды. Мендешев Қазақстанға тек Голощекин қызметінен кеткеннен кейін ғана оралды. 1930-1933 жылдары ол республиканың халық ағарту комиссары, содан кейін Қазақстанның ғылым істері жөніндегі комитетінің төрағасы болып, туған елінің білімін дамытуға бағасы жоқ қызмет етті. Бірақ Мендешевтің бұл бағыттағы қазақилығы Мәскеуге тағы да ұнамады. 1937 жылы Сейітқали Мендешев ешқандай ықпалы жоқ қатардағы совет қызметкеріне айналып, Қазақстанның қорықтар басқармасының бастығы болып ауыстырылды. Кейін 1938 жылы 25 ақпанда Сейітқали Мендешев сотталып, көп ұзамай Алматыда халық жауы делініп атылды. Міне осылай қазағым деген соққан адал жүректің бірі үзілді. Аман қалса қаншама еңбек сіңіретін тарихи тұлға
өзі орнатылуына бағаланбас үлес қосқан кеңес үкіметінің ақырында құрбанына айналды. Бірақ біз қазіргі қазақтар мен тәуелсіз қазақ елі Сейітқали Мендешевті тарихтың құрбанына айналуына жол бермей, осы ағамыздың есімін қайта жаңғыртуымыз керек. Сейітқали Мендешев туралы роликті таратыңыздар. Ағамыздың кім екендігін қазақ білу керек.